Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары және аудан тұрғындары. Бүгін бізде қонақта Жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының директоры Ибраев Аңсар Ихсанұлы. Аңсарымызда қош келдіңіз. Енді бүгінгі сұхбатымыз ашық әрі шынайы болады деген ойдамыз. Ашық сұхбат болып айтқанда. Енді мына жерде бірден сұрақтарға көшейік. Өзіңіз туралы мынау экранның ар жағында отырған көрермендерімізге қысқаша мәлімет беріп кетсеңіз. Жалпы енді өзім туралы айтып кететін болсам, өзім 1994 жылы 13 қаңтарда осы Казталов ауданында дүниеге келдім. 2011-де осы мектеп табалдырығын бітіріп қалаға кеттік. Содан енді биыл 2020-да бір 10 жылға таяп болды ғой. Өзіміздің туған жерімізге аудандық келіп жатыр. Жақсы. Жалпы көп адамның көкейінде жүрген сұрақ деп айтуға болады. Ауданға келуіңізге не түрткі болды? Енді ауданға келуімізге не түрткі болғанда бәрі аяқ астынан болды. Осы карантин басталған уақытта ең бірінші ауылға келіп, ауылда боламын деп сол келдім де, ұсыныс түсіп, жаңағыдай ең бірінші мәдениет демалыс орталығында жұмыс жасадым. Сояқтан ұсыныс түсті маған. Содан сонда кіріп, енді ойландым, енді қалай болады екен ол. Бірақ енді осы өзім айтып отырмын, 9 жыл, почти 10 жылдай болды ғой, осы ауданға кеткеніне. Осыған келгенде көп жерде де болдық, жаңағыдай. Осы кезге дейінгі жинаған тәжірибемді ендігі мақсатым жаңағы осы өзімнің жұмысыма, өзімнің осы ауданыма, туған жеріме септігі тисе екен деген оймен қазір осы өзім туған жерімде жұмыс жасап жатырмын. Рахмет, әдемі жауап болды. Сіз үшін үлгі болған тұлға және кімге еліктеп өстіңіз? Енді тұлға деп өзімнің әкемді айта аламын. Енді ол кісі деген өмірден ерте өтіп кеткенінде, бірақ та әкемізді көрдік, бәрі есімде. Жаңағы ол кісінің адалдығымен, жаңағы адамға деген көмектескісі келіп, өзінің қолында болмаса да біршама жаңағыдай адамға көмектесті. Сол әкемнің сол жерлерін алып, өзінің сол кісіде тұлға ретінде көре аламын. Бала кезіңізде анаңыз кімді еркелетті сізді? Көп қой енді. Айта кетсеңіз. Ашық деп. Айта беріңіз. Бұл деген ашық сұхбат қой. Айтуға болады. Көбінесе енді анамыз енді бізді расын айтқанда өзімді мені көбінде еркелеткен жоқ, өйткені анамыз өте қатал кісі. Әлі күнге шейін ондай тап еркелеп кетемін. Менің қарындасым бар, анама маған қарағанда сол қарындасым жақында. Жақсы. Кітапты жиі оқисың ба? Интернет беріп қояйын, кітап оқитын уақыт жоқ қазір. Жұмыс? Жұмыс өз алдына енді именно кітапты алып, сол қазір соны оқиын деп өтірік беріп қояйын. Оған әлі кіріскен жоқпын. Қазір әлеуметтік желіде көп жаңалықта сонда жазылады. Бәрін қазір сол әлеуметтік жүйе арқылы бәрін біліп отыруға болады ғой енді. Бірақ алда енді ойымда бар, бір сол кітапты алып, басынан да аяғына дейін оқып, сол кітапты
ойда бар. Жақсы, жаңа кітап деп жатсың ғой. Әлеуметтік желіде жатырмыз. Әлеуметтік желіде қаншалықты жиі отырасың? Әлеуметтік желіде мен енді WhatsApp-та адамды жатырмайтын адам болса, бәрі WhatsApp-та енді 24 сағат менің деген интернеттің өшірмей қосып тұрады. Екіншіден енді Инстаграм дегенде өзің білесің ғой, өнерде жүргесін жаңағыдай өзіміздің жұмысымызда сол жаңағы жастармен қатынасты болғандықтан кейін енді ойға жиі отырамын. Фейсбукқа осы ауылға келгелі сол аштым. Содан бері сол Фейсбукқа содан осы тек биыл тек бастап кіріп жатқан. Оған Фейсбук болған жоқ? Болған жоқ. Оның ішінде де көп нәрсе түсінбеймін. Енді жаңа үйреніп кеттің ба? Үйреніп кеттім. Жақсы. Мынау жас басшысыз ғой енді. Сені сынға алатындар көп пе? Сынға алатындар енді ондай адам жоқ деп айта алмаймын. Сөзде болады, әңгімеде болады. Қоғамға да ондай адамдар керек шығар деп ойлаймын енді. Бірақ сынға ондай неге мен көп басым жоғында алып бердім. Айтатын оны әр адамға ақталып жаңағыдай, әр адамға ақ пен қараны айтып, оны сен бәріне бірдей оны бәрін түсіндіре алмайсың. Енді сен үшін жаны ашитын адам, сені сыйлайтын адам, ондай сын айтпайды деп ойлаймын. Рахмет. Мынау аудан сізге несімен ыстық? Аудан өзімнің туған жерім болғаннан кейін өзімнің балалық шағым осы ауылда өстім, осы ауылда ер жеттік деп айтуға болады ғой. Бүткіл қызықтың бәрі өмірімдегі қазіргі жасыма дейінгі осы 100%-тік есептеп қарасақ, 70%-ті осы ауылда өтті ғой. Бүткіл қызығым да, осы балалық шағым да, мектеп кезіндегі де бәрі де осы ауылда өтті ғой. Мен енді айттым ғой, ол жаңағы ауылға көп келген жоқпын да. Шетелде де болдым мысалы. Қазақстаннан бөлек елдерде де болдым. Сол кезде ең түсінгенім өзімнің деген өзіңнің туған жеріңе, ең бірінші туған еліңе, жеріңе ештеңе жетпейтінін түсіндім. Ол қанша жерден сенің жаңағы табиғаты жақсы болсын, қанша жерден халқы жақсы болсын, қанша жерден жаңағы қалалар жақсы болсын, бірақ қайткенмен де өзіңнің туған жерің бәрі ыстық болады екен. Мен соны түсіндім. Мынау енді мен білемін, кейбір көрермендер білмейді. Спорттан алыс емессің ғой сен. Осы спорт туралы айтып өтсең, өзіңнің ойың. Жалпы енді спорт туралы айтатын болсам, мен өзім 2008-де ең бірінші ауылымызда спорт залға жаңағы барып күреске қатыстым. Ол кезде біздің жаттықтырушымыз алға деген ағайымыз біздің тренеріміз болып барып жазылып, ол кезде енді спортқа баруға да себептер болған. Өзімнің досым бар, жаңағы деген халық біледі, жаңағы ауданымыздың жаңағыдай мақтанышы деп те айтуға болады. Хасан Құралан деген досым бар. Сол спортқа баруыма сол досымды түрткі болды. Ол кезде енді олар сол күресіп жүрген кездері ғой. Соны шешіп барайық деп соны бардық. Енді өзімнің желание дейді ғой адамда. Адамда егер желание болатын болса, ол адам өзінің жаңағы таңдаған нәрсесімен айналыса алады. Желание болғаннан кейін күреске қатыстық. Тағы енді
ондай нәтиже бермесек те енді аудан біріншіліктерінде, облыста, халықаралық международный турнир дейді ғой, международный турнирде күрестім, чемпионат Қазақстанда да күрестім. Жалпы әлі де жаңағы спортпен шұғылданып келе жатырмын. Бірақ енді жарысқа жаңағыдай дайындалып сөйтіп жатырмын деп айтпай ақ қояйын, бірақ енді өзім үшін тренировкаға жұмыстан тыс барып тұрамын. Нәтиже бар ма? Енді нәтиже дегенде осы 2020-ның наурыз айында аяғым жаңағы тренировкамен 2 жерден аяғым сынып қалды. Енді қазір енді ондай усилий тренировка жасап жатқан жоқпын, әлі қорқыныш бар. Көзіңше сынғаннан кейін жаңағыдай қорқасың ғой енді. Бірақ қазір енді жаман емес, жайлап жазылып жатыр. Жақсы. Көре алмаушылықты қалай түсінесіз? Көре алмаушылық. Біздің қанымызда бар, қазақтардың қанында бар ғой. Көре алмаушылық дегенде оны түсінгенде қалай түсінесің? Оны енді қабылдайсың ғой енді солай. Оны көрмейді. Именно енді басқасын айта алмаймын, енді өзімді көре алмайтын адамдарды да білемін. Кім екенін де білемін. Бетіңе күліп қарап жүріп артынан басқаша әңгіме айтатын адамдарды да білесің, мысалы. Бірақ енді айтады ғой, таспен атқанда аспен ат дейді. Менің өзімде ондай не жоқ жаңағы. Бұл мені көре алмай бүйтіп жатыр екен, мен оған бірдеңе дәлелдеймін, я болмаса мен оған бірдеңе түсіндіремін. Яғни оған жынданып, ондай жоқ. Көре алмайтын адам көре алмайды. Ол көре алмайтын адамды мен ойлаймын. Бір сәтте сенен төмен тұратын адам көре алмайды деп ойлаймын. 21-ге жоспарыңыз қандай жоспарлар бар? Жұмыс бабында ма? Жұмыс бабында. 21-ге жоспар көп қой. Уақыты келгенде көре жатар, біле жатар енді. Жоспар 21-ге өте көп. Құдай қаласа сол жоспарларымызды іске асырамыз деген ойымыз бар. Енді оның жаңағы шетінен айтып кететін болсам, біздерде ауданымызда жаңағы спорт жағынан айтып кеттік қой енді. Спорт жағынан көзқарасын қалай деп сұрап қойып ғой. Спорттан жаңағы өзіміздің жасөспірім кадеттер дейді ғой, жұмысшы. Содан бір сборный ауданымыздың бір сборный шығарғым келді өзім. Жолдастық кездесу ұйымдастырып, ішінен балдар таңдап алып, бүткіл округтер бар, 16 округымыз бар. Сондағы жас балдарымызды бәрін жинап, аудан орталығына тартып, балдарды республикалық деңгейге өзімнің бір арманым, спорт жағынан балдарды шығарғым келді. Түсінікті. Мынау енді спорттан бөлек жалпы ән айтатын да қырың бар. Неше жастан бастап ән айттың? Енді сен білмесең, мен оны осындай жасымда деп нақты айта алмаймын. Ес білгеннен бастап деп айта аламын, есімізді білгеннен бастап осы. Ол кезде қазіргідей условия болған жоқ, ол кезде Ямаха, шнуровый микрофон, соны бастатып қойды, оның өзін де білесің ғой. Түрде болғанымызды. Иә, жаңағы микрофон еріңе тиіп кетсе ток соғады. Ес білгеннен бастап енді ән бастап айттық. Әндерім бар, жарық көрді, оны радиодан да, теледидардан да баршасы көрді ғой. Қазіргі таңда деген сол әнмен шұғылдану үстіндесіз ғой. Жалпы енді өнерді, жұмысты, спортты бәрін алып жүру енді оңай нәрсе емес қой, бірақ данный момент қазір именно әнге
андай тап көңіл бөліп жатқан жоқ. Енді ән жағынан енді айтып кететін болсам, 2015-тің аяғында Алматыға арман қуып кеттік қой енді. Иә. Жібердім ғой. Иә. Сол кезде ең бірінші Алматыға мен жаңа алып кеткен заман тобының әншісі, өзінің өмірдегі деп те ағам заман тобының әншісі ағам алып кетті. Содан Алматыға барып, Жолтасов ағамыздың студиясында жаңағыдай әндерімді жаздырды. Алматы қаласында болдым енді. Қазір енді әндерім өзімнің авторский дейді ғой, енді авторский әндерім бар. Бірақ енді әлі бейнебаян түсірілген жоқ. Жаңағыдай әлі. Бірақ бізде енді түпкі соңына тірек бергенде енді бәрін шешетін енді қаржы ғой енді, расын айтқанда. Оған енді өнерді де сырт көзге оңай болып көрінгенмен енді, бірақ сол өнерге кіріп кеткеннен кейін сол кезде түсінесің де, оның деген қаншама қиыншылығы бар, жаңа айтқан қаншама оған вложениең бар, сен салатын қаншама ақшаң бар, оның бәрін салатын. Оған енді қазір әнге біріншіден оған именно осы әнмен айналысып кететін дейтіндей мен оған қаржым да жоқ. Екіншіден жаңағы уақыт та жоқ. Бірақ бір енді өзінің бір уақыты келген кезде, сол кезде енді жайлап арада жалғастыратын болармын деп өзім ойлаймын. Хоббиің бар ғой. Хобби әр адамда бар шығар. Хобби дегенде хобби жаңағы сүйікті ісім ғой енді. Сүйікті ісі өзің? Сүйікті ісім өзімнің енді атқа мінгенді жақсы көремін. Жалпы жануарлардың арасында осы жылқыны қатты жақсы көремін өзім. Осы ауылда да қолым бос кезде атқа мініп тұрған жақсы көремін. Өзіміздің аудан орталығымызда Жоба деген өзім ағам бар. Атбегі, талай тұлпарларды былай айтқанда бәйгеге қосып, орын алып, жүлделі болып, ол ағамызды жалпы тек қана ауданның ішінде емес, жалпы мына батыс Қазақстан облысының өміріндегі атбегілердің бәрі жалпы ағамыз туралы біледі. Былтырлары осы өзім бір тай алып, жаңағыдай бәйгеге қосып жүрмін. Жоба ағамның өзіне сол мені дайындады, жаттықтырды, жаңағыдай бәйгеге қостып, жүлделі болып, жаңағыдай біршама. Ол да расын айтқанда бізге тағып енді қазір келмейді бәйгеде. Бірақ алдағы уақытта жаңағыдай онымен айналысам. Жалпы хоббиім сол, енді қалаға барғанда да уақытым болса, жаңағыдай бір басым демалтып, ат спортына барып, атқа мініп, серуен дегенді өзім жақсы көремін. Балықты да жақсы көресің ғой? Балықты да жақсы көреміз, енді оны білесің ғой. Біздерде жаңағы балдардың бәрі спиннингпен, жаңағы сондай немен аулайды ғой. Өзім сол қармақпен 3-4 сағат отырсам да сол өзімнің басымды демалтып, жаңағыдай қандай балық түссе де сол маған мен үшін жаңағыдай өзім басым демалып та сол балыққа барғанда жақсы ғой. Түсінікті. Айта кететін жайт, өзге айтып отырасыздар. Балықты жақсы көреді. Біз секілді қармақ бересіз, спиннинг, ештеңе керек емес, бұл кісіге 2 сағат сол жерде отырады. Ұялы телефон өшіріп, миын демалтып. Түсінікті солай ғой. Оны енді бәріміз білеміз. Қандай аспапта ойнай аласың? Мен аспапта шын керек ойнай алмаймын. Ән айтамыз. Аспапта ойнай алмаймын. Ән деп жатыр.
мектеп кезіндегі тіреу айтаңыздар. Мектеп кезіндегі тіреу енді жаңа айтқан біз енді тіреу құрдық қой енді. Тіреу құрдық, бүткіл концертке де шықтық. Енді арамызда сәттілік айбек деген жеңесінде бауырымыз болды. Ол енді қазір Алматы қаласында осы өнерді жалғастырып, сол жақта енді қазір жұмыстан жатыр. Жақта осы күні кеше бейнебаян шықты. Енді ол тіреуімді енді алдағы уақытта бәлкім құрып қаламыз. Болашақ емшісіне қалсын. Тағы да бір мына жерде сұрақ. Өмірде қатты қиналған уақытыңыз, өкінген сәтіңіз? Қиналған, өкінген сәтіміз енді қиыншылықты енді көп көрдік қой енді. Қиыншылық болды, оны мен білемін. Өкініш дейтіндей бір өкініш бар енді, ол осы әлі күнге дейін, осы кезге дейін жаңағы жүрегімдегі қалып қойған жаңағы өкініш деп айтуға болады ғой. Бірінші өкініштің туралы айтып кетейін. Қанша енді мен өзім жалпы өмірде біршама қателестім де, қай жағынан болса да біршама қателік те жасадым, қателестім де, бірақ оның бәріне де өкініш, ешқандай өкініш жоқ. Қателіктен адам өтеді ғой, өзің деген сабақ аласың, жаңағы сол қателіктен келесі екінші рет қателеспейсің деп. Енді өзімде ең жаңағы әлі күнге шейін мазалайтын бір өкінішім бар, ол енді бана айттым ғой, әкеміз өмірден ертерек өтіп кетті. 2003 жылы өмірден өтті. Ол кезде мен 9 жаста болдым. Қарындасым кезде Ашық 3 жаста болды. Кішкентай ғой енді ол кезде. Сол кезде біздер ұйықтап жатырдық. Әкем келіп, мен сол кезде мен білмеймін да неге екенін, бірақ ұйықтап жатырдым, әкем қасыма келді, бірақ оянып кеткен жоқпын, бірақ келіп қасыма келіп отырғанын бәрін білем, бәрі есімде. Содан қасыма келіп жаңағыдай басымнан сипап отырды да, жаңағы маған айтты, балам, анаңмен қарындасың жаңағы бас көзі болып, мен кетіп бара жатырмын дейді. Енді бір балалық шығар енді, ол сол кезде мен мән бермейтінмін ғой. Сөйтіп маңдайымнан сүйді де бөлмеден шығып кетті. Қарындасым жаңағы қасымда ұйықтап отырды, ол кезде ешқандай жаңағы ой болған жоқ, енді ұйықтап қалдық қой. Таңертең ұйықтап жатқан кезінде анамның жылап жатқан дауысы кетті құлағыма. Содан ештеңе түсінбедім, ояндым. Қарындасым да ояна бастады сол кезде. Содан бөлмемізге көршілеріміз жаңағы кіріп кетті. Жаңағыдай енді ақылдасып жатыр да, жаңағы қалай етеміз, не істейміз деген. Ойда ештеңе жоқ. Ойда ештеңе болған жоқ иә. Яғни анам мама деп жылап жатыр да, ол мен вообще ойладым. Жаңағы нағашы әжеміз жаңағыдай өмірден өтіп кетті ма, болмаса бірдеңе болды ма деп жаңағы мен сөйтіп ойлап қалдым да. Содан кейін екі көршіміз келіп айтып жатқан кезде түсіндім де, осы әкеміз уже өмірден өтіп кеткенін сол кезде тек түсіндім. Бөлмеден шықтық, бөлмеден шықса жаңағыдай хабар естідік, сөйтіп әкеміз өмірден өтіп кетті. Әлі күнге шейін ойлаймын ғой, сол кезде айтып жатқан кезінде тұрып, мысалы жаңағыдай
бала болсам да сол кісімен жаңағыдай әңгімені түсіп алып, сол кісінің қасына барып жатып, бірге ұйықтап кетсек, олай болмас деп әлі күнге шейін ойлаймын, неге мен тұрмадым сол кезде, неге мен айтпадым, неге сұрақ қоймадым, хотя бүйтіп неге айтып отырсың деп мысалы. Сондай өкініш бар, енді қиыншылық енді әлі күнге шейін сол қинайтын. Әкеміздің жетіспеуі мысалы. Енді өмірде ешқандай байлыққа да, ешқандай даже материалдық жағдайда да ештеңеге жаңағыдай нем жоқ. Былай айтқанда айтады, жетіспеушілік дейді ғой. Ең бәрінен де жетіспеушілік жаңағы әкемнің ақылы, әкемнің жаңағы айтқан өзінің балам сен үйтпе, болмаса былай істе дегенде достарымыздың әкелерін көріп, енді андай болады, бір жүрегіне тиіп кетеді, жаңағы дос сияқты араласады, жаңағы бір-бірімен. Я болмаса бұрын мен ең жаңағы қинайтыным, жаңа айттым ғой, Рауан деген досым бар. Бала кезімде екеуміз ол біздің үйде, мен оның үйінде жаңағыдай сөйтіп жүретін едік. Сол кезде ең жүрегіме тиіп кеткені, Рауан бір жарысқа кетті, содан Қарағандыға ма екен, осы кетті де, сол кезде мен сол үйден күтіп алатын болдым Рауандардың. Сол күтіп отырды, ол енді таксимен келетін болды. Сол күтіп отырған кезде Рауан ішке кіріп келді де, папасы қарсылады, балам қалайсың деп құшақтасып, екеуі не істеді. Мен енді анандай жерде қарап тұрмын ғой. Сол кезде өте кәдімгі жүрегіме тиіп кетті. Көзіме даже жас келді. Ішімнен енді ойлаймын, біздің де әкеміз осы бізді қарсылап алса, жаңағыдай бізді сөйтіп күтіп алса деп сөйтіп ойлайтын едім. Енді ол енді өмірдің солай болу керек болды, Алла тағаланың бір шешетін енді Алла тағала ғой енді. Біз ештеңе істей алмаймыз енді. Жақсы. Анаңды қатты ренжіткен сәтің болды ма? Анамды ренжіткен сәтім Болатпен бе? Ренжіткен сәтімді енді тап осылай қатты ренжіттім деп енді мен ондай қатты көңіліме тидім деп сөйтіп ренжіттім деп айта алмаймын енді. Ол ананың өзі білесің ғой енді, ана ол ренжіткенін, қай ана да өзінің қатты ренжігенін біз анамызға көрсете алатын шығармыз, ренжігенімізді. Болмаса басқа адамға көрсете алатын шығармыз, бірақ ана енді ешқашанда өзінің баласына өзінің ренжігенін көрсетпейді ғой негізі. Бәлкім мен білмейтін шығармын, бәлкім ренжіткен кезім бар шығар, но маған осы кезге дейін енді анам көрсеткен жоқ деген нәрсесін. Балам сен көңілің қалды, болмаса мен саған қатты ренжідім деген ондай нәрсе болып көрген жоқ. Рахмет. Жалпы енді отбасың қалада, оны білеміз, қиындық тудырмай ма? Содан кейінгі сұрақ, осы сұрақ екі бір сұрақ. Отбасың туралы айтып кетсең. Жалпы енді өзімнің отбасым туралы айтып кететін болсам, енді жаңа айттым ғой, отбасымда анам бар, туған қандасым бар, жолдасым бар, екі балам бар. Балам үлкені 7 жаста. Бірінші сыныпта оқиды. Екінші балам кішкентай енді. 4 ай болады скоро. Енді қиындық тудырмай ма? Қиындық тудырмай ма дегенде қиындық енді сағынасың ғой жаңағы. Біздерде енді жұмыста кейде болады, жаңағыдай
демалыс кездері бір аяқ астынан жаңағыдай бір жиналыстар болып қалуы мүмкін. аяқ тем более енді қазір мынандай карантин уақыты өзің білесің жаңағыдай шұғыл тапсырмалар келіп қалып жатады бізге жұмыс барысында. Соның себептерімен қалаға бара алмай қалатын кездер болып қалады. Енді сол кездерде жаңағыдай сағынасың, үйді сағынасың, отбасыңды сағынасың. Бірақ енді қазір заман енді дамып келе жатыр ғой, енді видеозвонокпен сөйлесесің, жаңа айтқан. Қазір бұрынғыдай емес, жол жақсы, асфальт келді, қазір деген бұрынғыдай емес. Бұрын деген біздер бала кезімізде қалаға деген бару үшін 14 сағат, 16 сағат жүрдік қой. Үлкен жаңағы пазик, үлкен сары автобустар болып. Әлі есімде Сүйсек деген ағай болып, ол кезде деген Сүйсек автобусымен кетеміз, Тасқала арқылы барып жүрдік. Ол кезде жол деген шамалы болды. Şimdi коммерсанттар. Иә, ол кезде енді қанша апайларымыз болды. Ақжол деген әлі есімде, сол кезде Ақжол деген тармақ шетіне жерге тоқтайтын еді. Бұлаққа тоқтап жүрдік. Сөйтіп қалаға жетесің. Ол кезде қаланың чувствосы басқаша болды ғой. Қала ол кезде кәдімгі қала болды. Бірақ қазір жаңағы осы ауылға келгелі енді бұрын ондай чувство болмайды. Ауылға келіп кетесің, біректен қалаға барасың, қала уже ауыл сияқты болып сезінеді. Қазір енді қалаға ондай жиі бара алмағандықтан қаланың өзіне таудан түсіп жатқанда уже қала басқаша болды, уже чувство басқаша болады. Жаңағыдай енді бұрынғы кезде даже әлі де айтамыз ғой, подъездге кіріп келгенде подъездің иісі бөлек болды ғой. Иә. Расын айтқанда. Сағынатын болдық қой басқаны. Иә. Ама енді сақалға келсек. Мына мекеме басшыларына запрет дейді ғой. Қысымшылық, әлде болмаса басқаша бір ой. Қазір біздер жаңағыдай қалыптасып кеткен ғой. Құрттай бір сақал шықса, ой, мынау бақабес дейді, анау дейді, мынау дейді. Сондай бір әңгімелер болған солай айтып. Жалпы сақалыңды алып таста деген сияқты ғой енді. Сияқты, иә. Енді бақабес дейтіндей енді ондай менде болған жоқ. Мен өзім ойлаймын, сақалға келетін болса, жалпы ер адамның көркі ғой. Былай айтқанда сақал енді ер адамның көркі. Бұл сақалды енді бұлауға келіп өсіріп алған ештеңем жоқ. Мысалға бұл сақалмен енді былай айтқанда бүткіл халық біледі. Бұрыннан енді осы жаңағыдай бар нәрсе, Ресейден не болмаса Қытайдан барып сатып алып келіп, оның тағып қойған ештеңем жоқ. Онда адамның дене бітіміне енді қалыптасқан нәрсе ол деген мысалы. Енді сақалымды алып таста деген нәрсе енді мен өзім қысым болған жоқ, жиналыста боласың. Қысым әзірге болып көрген жоқ, бірақ енді сақалымды алып таста деген нәрсе, шашымды алып таста деген нәрсе мен вообще тең сияқты. Өйткені неге? Енді бұл нәрсе әр адамның енді дене бітіміне жаңағыдай Алла тағала берген нәрсесі ғой енді. Мысалы айтқанда Алла тағала қолды да берді адамға, мысалы басты да берді, аяқты да берді, соның ішінде мысалы сақалды да берді, мысалы онымен бірдеме жағып алып өсіріп, я болмаса басқа бір ағымда жүріп өсіріп алған нем жоқ. Бірақ енді бір рет болды, жаңағыдай енді сақалыңды алып тасташы деген сияқты нәрсе болды енді, оны жасырмаймын. Бірақ енді расын айтқанда енді білмеймін, ол сақалдың жұмысқа әсері тигізетіндей ешқандай несі жоқ. Өйткені қазір енді бұрынғыдай емес, қазір заман айттым ғой, заман талабына сай қазір бүткіл жаңағы дін мәселесінде қарап тексеріп отқан адамдарымыз бар. Жаңағыдай енді бәрі тексеріп қарап отыр. Енді басқаша бір ағымда болып, я болмаса басқаша нәрсе болатын болса, біледі ғой енді, былай айтқанда басшылар да біледі, халық та біледі. Мысалы ол енді
қазір тем более сақау глобальный әңгіме болып кетті ғой. Болашақта арманым бар ма? Енді арманым бар. Бір арманым бар енді. Президент болғанмандай дейтіндей қасынан кеттік қой енді. Бір арманым осы кезге дейінгі көргенімді менің деген артынан өзімнің балам менің көргенімді осы екі балам көрмесе екен деген арманым сол тапқан. Менің көрген қиыншылығымды солар көрмесе екен деген болды. Көрермендердің жалпы көкейінде жүрген, ойында жүрген сұрақтың бәрі ойлаған сияқтымын жаңағы. Менен бір өзімнен сұрақ, ауданға келдің, осы жастар ресурстық орталығының басшысы, директорсы ғой. Жақсы жігіттер бар, жас жігіттер бар, оны өзің білесің, еңбекқор жігіттер. Қазір фейсбук болсын, мынау газет болсын, тіпті теледидардан да Казталовқа жастар ресурстық орталығы облыста айтып отқан жастар ресурстық орталығының жетістіктері нәтижесі келгелі көршілес аудандардың осындай әңгіме айтты. Жақсы жұмыс жасап жатыр, жақсы өте керемет деп. Жалпы ауданға келдің, елге келдің, саған үкімет тарапынан қандай қолдау болды? Осы жаңа айтып отырсың ғой енді. Бұл сұрақты енді көп ойлайтын шығар енді. Жаңағы бұлар деген келісіп несі бар ма, жаңағыдай өздерінің қолында, енді өзіміздің қолымызда емес, осы жоба жалпы басталғаннан бері мен енді айттым ғой, сендерге сұрақты жаңағы алдыға ешкімге де бермейміз, мен де көрген жоқпын осы сұрақты. Көп ойлауы мүмкін, өздеріне ыңғайлы жазылған шығар, бірақ олай емес. Енді жаңа сен айтып отырсың ғой, жаңағы облыс айтып жатыр, жаңа жастар ресурсы бүйтіп жатыр. Ол рас әңгіме. Аудан айтып жатыр. Енді ауданға келдің, қандай қолдау көрсетіп жатыр. Енді қолдау көрсетіп жатыр, жаңағы біздің жеткен жетістігіміздің өзі, мен ойлаймын, енді соның бәрі осы ауданымыздың аудан әкімінен бастап соның өзі біздерге қолдау деп жаңа айтқан. Қолдау әрине болып жатыр, өйткені деген қолдау болмаса біздің жаңа айтқан жоспарымызды іске аспас еді, мысалы айтқанда. Мен көп рахмет айтамын, жаңағыдай аудан әкіміне рахметімді айтамын. Жалпы осы аудандағы басшылардың бәріне мен рахметімді айтамын. Неге? Өйткені мені деген жаңағы жас деп жаңағыдай шеттетіп жатқан жоқ, мысалы айтқанда. Менің де мысалы мен бір риза болатыным осы бәрі мені шақырып жаңағыдай Аңсар, бізден қандай көмек керек, жастарға қандай көмек керек, бізге көмек, қолымыздан келетін көмек болса біздер көмектесейік жаңағыдай келіп айтып жатады жаңағы. Мен соның өзі мен үшін енді былай айтқанда енді адамның бірінші көңілі ғой енді мысалы айтқанда. Адами қасиетте қарасаң көңілінде соған рахметімді айтамын. Жаңағы мені қолдап мысалы жаңағы жоспарымды іске асыруға көмектесіп жаңағыдай сондай нелерге барлықтарына көп рахметімді айтамын. Шынымен де соның өзі мен үшін қолдау деп есептеймін расын айтқанда. Жақсы. Сұхбат барысында қаншалықты шынайы болды? Неше пайыз немесе айтуға өзің қалайсың? Мен 100% 100 емес, меніңше 101% шынайы болған сияқты. Мен енді ең бірінші сен ғой енді бәрін жақсы білетін 100% жаңағы жауап беруге ойлаймын. Өзі сонымен ешқандай өтірік те болған жоқ сияқты, бәрі шынайы да болған сияқты, бәріне де жауап берген сияқты мен білмеймін. Көп рахмет болсын, сұхбатымыз тәмам. Мың алғыс сізге. Сізге де көп рахмет. Аман болыңыз.